Адам бойындағы ең ұзын нерв ол седалищный нерв дейді медицинада. Көбіне көпшілік адамдарда аяқтары ауырып жүреді, балтырлары ұйып, немесе табандары, сандары дегендей. Оған ең бірінші себеп грижадан арылу керек, белдің грижасына, поясничный грижа дейді. Көбіне 4-5 омыртқада немесе 5 пен 8 көздің ортасында шеміршек қысылады, қан тамырларын, ішкі бұлшықеттерді байытады. Содан жамбастан төмен қарай тартып ауырады. Оған ең бірінші белдің жаттығуларын көбірек жасау керек. Қазір солардың біреуін көрсетіп жіберемін. Осыны міндетті түрде күніне 2 мезгіл, 3 мезгіл жасап тұрыңыз. Аяқ аурулардан арылуға болады. Және де бұған қоса осы каналдағы жаттығулар жасайсыздар. Ендеше бұл жаттығу міндетті түрде ұзақ отырып қалдыңыз, бір жерде машинада болсын, немесе жұмыста болсын, осыны күнделікті жасап тұрыңыздар. Бірінші жаттығу. Осылай қоямыз, аяқты айқастырамыз. Бір қолды ішіне саламыз, екі аяқты тізеден құшақтаймыз. Осылай 30 секунд, 1 минут жатамыз бір жағынан. Егер бұлай жасай алмайтын жағдай болса, бір аяқты тартамыз, тіке тартпаймыз, противоположный, қарсы жаққа тартамыз. 30 секунд, 1 минут жай жібердік. Сосын келесі жағын міндетті түрде жасаймыз. Келесі жағын алдық, құшақтаймыз, тізені осылай тартамыз. 30 секунд, 1 минут жай жібереміз. Естеріңізде болсын, жай жібереміз. Егер жасай алмайтындай жағдай болса, олай тізені тартамыз, қайталаймын. Қарсы жаққа тартамыз, 30 секунд, 1 минут. Сонда мына седалищный нерв созылады. Жай жібереміз. Естеріңізде болсын, тұрғанда бірінші қырынан жатып аласыз, содан кейін барып тұрасыз.